Жас аяқтаушыларға мүмкіндік берген жарыс. Астана қаласында футболдан әуесқойлар лигасы мәресіне жетті. Жаңа ғана соңғы тур ойындары өтті. Бас аяғы о баста 12 команда тіркелген болатын және олар бірнеше ай бойы айналмалы жүйеде өзара мықтыны анықтады. Нәтижесінде Достар командасы жеңімпаз атанды. Осы биылғы маусымның Достар командасында енді ересек футболшылар, оның ішінде бұған дейін әртүрлі футбол клубтарында ойнап, кәсіпқой мансабын аяқтаған немесе әртүрлі себептермен үлкен футболдан шығып қалған жігіттер доп тепеді және олардың жеңіске жетуі заңдылық деп ойлаймын, айқын фаворит болды. Мен екпінді осы лигаға қатысқан биыл жас командаларға жасағым келеді, өйткені 5 бірдей командада осы 16, 17, 18 жастағы өрендер өнер көрсетті және олар осы кәсіпқой футболшылармен тең дәрежеде ойнады деуге болады. Әсіресе мынау 8-ші спорт мектебі бар, қалалық осы футбол бағытында баулитын, солардың 16-17 жастағы өрендері жақсы нәтижелер тіркеп, бір сенсациялық жеңістерге жетіп, жалпы есепте 3-ші орынға тұрақтады. Бұл да өте бір керемет жетістік. Жалпы осы лига дәл осындай 16-17 жастағы балалардың тәжірибесін толықтырып, шеберлігін шыңдап, болашақта кәсіпқой футболға нық сеніммен аяқ басуға және ұлттық құрама сапына қосылуға мүмкіндік береді дейді осындағы мамандар. Және осы бізді жарыстың басқасында жүріп, соған көзімізді де жеткіздік. Енді осындай қазір қадамдармен әуесқойлар арасында мықтыларды іздеп және тасада қалған таланттар дейміз, көзге түспей атқан жақсы жігіттер бар деген көп енді естиміз, жазылып жатады. Соған қазір Қазақстан футбол федерациясы назарын аударып, балаларды іздеп жатыр, осылай көріп жатыр, мүмкіндік беріп жатыр. Федерация президенті Марат Умаровтың өзі талай таланттар бар елде, десе де олардың алдында көп кедергі бар, көп қиындықтар бар. Соны жеңуіміз керек, соны еңсеруіміз керек. Енді барынша мүмкіндік беруіміз керек деп соңғы сұхбаттарында жариялап жүр. Және енді осы әуесқойлар лигасы бізде үміттенеміз, сол мақсатқа жетуге сәлде болса көмектеседі, балалардың жолын ашады. Әсіресе мынау енді қазақ балаларының кәсіпқой футболға және әлемдік футболға қадам басуына осындай бастамалар керек. Сондықтан жарыстың басқасында жүргендерге және осыған дейін енді еңбек етіп, ұйымдастырып, мынау енді Қазақстан футбол федерациясының үлкен жасыл алаңында өтті жарыстар, қажетті барлық жағдайлар жасалды. Оның айналасында жүрген қарапайым мамандар ғой, солардың еңбектеріне рахмет және тек қана сәттілік тілейміз.